Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Салтанат. Видеоны соңына дейін көріңіз. Себебі бұл видеода мен өзімнің заказға жасайтын самсаларымның тестасының рецептінің жасалу жолымен бөлістім. Егер сіз видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыздар, осы тестаның жасалу жолын үйреніп алып, өзіңіз смело заказға самса қабылдай берсеңіздер болады. Бұл тестаны жасалу жолы оңай және де тез дайындалады. Ең алдымен бізге 500 грамм ұн және де 250 грамм сұйық масса керек. Бұл сұйық массаның ішінде 1 жұмыртқа, 200 грамм су, 1 шай қасық тұз және де 3-4 капля уксус. Уксус обязательно, проценті 70% болу керек. Және де жұмсақ емес, қатты емес, орташа деңгейде қамыр илеп аламыз. Және де 10 минуттың көлемінде қамырымызды осылай июін қанғанша илейтін боламыз. Қамырымыздың июі қану керек. Сонда самсамыз өте әдемі, идеальный болып шығады. Осылай 10 минутта илеп болғаннан кейін осындай мешокқа салып 5 минутқа тұндырып қоямыз. Тұнған қамырды осылай алып, ортасын баспай, тек қана шет-шетін жаятын боламыз. Міндетті түрде ортасын баспау керек. Себебі қазір ортасына май жағатын боламыз. Егер сіз ортасын басып, барлығын бірдей етіп жайып жіберетін болсаңыз, май салған кезде жаңағы май сыртына шығып кететін болады. Сондықтан да ортасын басу запрещается. Видеоның басында айтқандай, мен бұл қамырды өзім заказға дайындаймын, және де дәл осы қамырдан заказға самса пісіріп сатамын. Заказға дайындаймын дегенде, мен осылай дайындап, полифабрикат ретінде дүкендерге өткізіп тастаймын. Өте тез өтеді, сұраныс бұл тестаға өте жоғары. Видеода бәрі түсіндікті деп ойлаймын. Жан-жағын бәрін жайып алдық, ортасын мүлдем тиіскен жоқпыз. Содан кейін бізге 200 грамм сары май керек. Сары майдың проценті маңызды емес. Сары май бірақ бөлме температурасында болу керек. Оны ерітуге, қатты күйінде салуға болмайды. Бөлме температурасында жұмсақ болу керек. Содан кейін осылай бүктеп алып, бүктеп алғаннан кейін шамалы үстін басып, тағы да 5 минутқа холодильникке салып қоямыз. Міндетті түрде холодильникке салу керек. 5 минуттан кейін осылай қайтадан сыртқа шығарып, үстін басып, оқтауыңызбен жаясыз. Оқтауды қатты басуға болмайды. Егер сіз оқтауды қатты басатын болсаңыз, жаңағы қамырдың ішіндегі май сыртқа шығып кетіп, сіздің берекетіңізді алатын болады. Сондықтан жайлап, асықпай жасағаныңыз дұрыс. Егер оқтаумен жаю қиын болса, осылай қолыңызбен басып жіберсеңіз де болады. Оқтаумен жайып жатқан кезде осылай қайта-қайта аударып жайған дұрыс. Себебі бір бетін ғана баса берсеңіз, май екінші бетіне шығып кетуі мүмкін. Содан кейін бізге керекті мөлшерде жайып болғаннан кейін, жаңағы бөлме температурасындағы сары майымыздан бір тілімін алып, тағы да осылай жағып шығатын боламыз да бүктейміз. Бүктеп болғаннан кейін тағы да үстін шамалы басып, қайтадан жаңағы мешогымызға салып, 5 минутқа қайтадан холодильникке жібереміз. 5 минут өткеннен кейін қайтадан осылай алып, қолымызбен басып, оқтаумен жаямыз. Уже видеода көріп тұрғаныңыздай, май сыртқа шыға бастады. Демек, уже слойы көбейе бастады деген сөз. Қатты оқтаумен жаймаңыз, осылай қолыңызбен басып, бұл жолы шамалы кішірек көлемде алып, тағы да майдың бір тілімін алып, осылай ортасына жағып, тағы да бүктейтін боламыз. Дәл осы әдісті 3-4 рет қайталаймыз. Егер мүмкіндігіңіз болса, 5 рет қайталасаңыздар да болады. Ол кезде слой вообще көп болады. Осылай 5 минутқа тұндырып болғаннан кейін қайтадан холодильниктен шығарып, үстінен шамалы басып, осылай орайтын боламыз. Бұл жолы арасына май жағудың қажеті жоқ. Осылай орап, мешок салафанға салып, морозильникке салып тастасаңыз болады. Бұны
айлап та сақтай беруге болады. Немесе кемі 3 сағат тұрғаннан кейін осылай морозиликтен шығарып кез келген выпечка түрін жасай беруіңізге болады. Сіздермен болған Салтанат, рахмет.